Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Эфирде Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана. Бүгінгі эфир ұлағатты ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өміріне арналмақ. Биыл Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 150 жыл толмақ. Осы ретте «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясының аясында да ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылығы жыл бойы жаппай ел болып оқу үшін таңдалып отыр. Акция аясында Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығын 4 бағыт бойынша оқу зерттеу ұсынылады. Олар Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы, Ахмет Байтұрсынұлының әдеби шығармалары, Ахмет Байтұрсынұлының қанат сөздері және қазіргі заманғы Ахмет тану ғылымы. Ахмет Байтұрсынов 1872 жылы 5 қыркүйекте бұрынғы Торғай уезінің Тосын болысы, қазіргі Қостанай облысының Жангелді ауданының Ақкөл ауылында туған. Ақын, ағартушы, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, түркітанушы, публицист, аудармашы, педагог, қоғам және мемлекет қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық көтерілісі қозғалысының жетекшілерінің бірі, Алашорда үкіметінің мүшесі. Арғын тайпасының Шақшақ руынан шыққан. Ахмет өмірге келгенде атасы Шошақ ауыл ақсақалдарынан бата алып, азан шақырып атын қойған. Әкесі Байтұрсын Шошағұлы беделді, әділетті кісі болған. Ағайынды Байтұрсын мен Ақтас Елқамышын Яковлев деген жергілікті уездің бастығына қарсылық көрсеткендері үшін 15 жылға бас бостандықтарынан айырылып, 1885 жылы Сібірге жер аударылады да Ахмет әкесінің інісі Ерғазының тәрбиесінде болады. Ахмет Байтұрсынов бастауыш білімді Ыбырай Алтынсарин негізін қалаған қазақ мектебінде алып, 1891 жылы Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ училищесін, 1895 жылы Орынбордағы мұғалімдер мектебін бітіреді. 1895-1909 жылдары Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездерінде орыс қазақ мектептерінде оқушы, Қарқаралы қалалық училищесінде меңгеруші қызметін атқарады. Ахмет Байтұрсынов 1895 жылы Орынбордағы оқуын бітірген соң, ауылдың болыстық мектептерінде оқытушы болған. Осы тұста асыл жары Александрамен мәңгіге сөз байласта керек. Аманқарағай қорықшысының қызы Александра Ивановна Ахметпен қол ұстасып Қостанайға келеді. Ахметтің қалауымен Александра Бадрисафа атанып, мұсылман дінін қабылдайды. Ахмет Байтұрсыновтың саяси қызмет жолына түсуі 1905 жылға тұстас келеді. 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылып, 14500 адам қол қойған Қарқаралы петициясы авторларының бірі Ахмет Байтұрсынұлы болатын. Қарқаралы петициясында жергілікті басқару, сот, халыққа білім беру істеріне қазақ елінің мүддесіне сәйкес өзгерістер енгізу, ар-ождан бостандығы, дін ұстану еркіндігі, цензурасыз газет шығару және баспахана ашуға рұқсат беру, күн өткен дала ережесін қазақ елінің мүддесіне сай заңмен алмастыру мәселесі көтерілді. Онда қазақ даласына орыс шаруаларын қоныс аударуды үзілді-кесілді тоқтату талап етілген болатын. Сол кезеңнен бастап жандармдық бақылауға алынған Ахмет Байтұрсынұлы 1909 жылы 1 шілдеде тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылды. 1910 жылы 19 ақпанда Байтұрсынұлын қазақ облыстарынан тыс жерге қоныс аударту жөнінде шешім қабылданды. Осы шешімге сәйкес Ахмет Байтұрсынұлы Орынборға 1910 жылы 9 наурызда келіп, 1917 жылдың соңына дейін сонда тұрды. Байтұрсынұлы өмірінің Орынбордағы кезеңі оның қоғамдық саяси қызметінің аса құнарлы шағы болды. Ол осы қалада 1913-1918 жылдары өзінің сенімді достары Әлихан Бөкейхан мен Міржақып Дулатұлымен бірігіп, сондай-ақ қалың қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпыұлттық газет Қазақ газетін шығарды. Газет қазақ халқын өнер білімді игеруге шақырды.
Байтұрсынұлының Орынбордағы өмірі мен қызметі Ресей үкіметінің қатаң бақылауында болды. Ол Қазақ газетіне жабылған негізсіз жала салдарынан абақтыға да отырып шықты. Байтұрсынұлы 1917 жылы революциялық өзгерістер арнасында өмірге келіп, қазақ тарихында терең із қалдырған қазақ съездері мен қазақ комитеттері сияқты тарихи құбылыстың қалың ортасында жүрді. Оларға тікелей араласып, қазақ газеті арқылы саяси теориялық бағыт-бағдар беріп отырды. Ахмет Байтұрсынұлы Алаш партиясы бағдарламасын даярлаған шағын топтың құрамында да болды. Алашорда құрамын бекіткен екінші жалпы қазақ съезі оқу-ағарту комиссиясын құрып, оның төрағасы етіп Байтұрсынұлын бекітті. 1919 жылы наурызға дейін Алашорда үкіметінің Торғай облысы бөлімінің мүшесі болды. Байтұрсынұлы 1919 жылы наурызда Алашорда үкіметі атынан Мәскеуге кеңес үкіметімен келіссөзге аттанды. Осы жылғы шілдеде РКФСР Халық комиссарлар кеңесі мен Қазақ әскери революциялық комитеті төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Ахмет Байтұрсынұлының ықпалымен сәуірде Алашорда басшылары мен мүшелеріне кеңес үкіметінің кешірімі жарияланды. 1920 жылы Ленинге үкіметінің Қазақстанды басқару ісіндегі алғашқы қадамын қатал сынға алған ресми хатын жолдады. Қазревком мүшесі ретінде Қазақстанның Ресеймен шекарасының қалыптасу ісіне де белсенді түрде араласты. 1919 жылы 27 тамызда Қостанай уезін Челябі облысына қосу туралы шешіміне Байтұрсыновтың жазған саяси наразылығы Қостанай уезін Қазақстан құрамына қайтаруға негіз болды. Ол 1920 жылы тамызда құрылған Қазақ АКСР үкіметінің құрамына еніп, 1920-21 жылдары Қазақ АКСР халық ағарту комиссары қызметінде жұмыс жасады. 1922 жылы өлкелік халық комиссариаты жанындағы академиялық орталықтың 1922-25 жылдары халық ағарту комиссариаты ғылыми-әдеби комиссиясының Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының төрағасы болып қызмет атқарды. Байтұрсынұлы түрлі мемлекеттік қызметке атсалыса жүріп, өзінің жаны сүйген оқытушылық ұстаздық жұмысынан да қол үзбеген. 1921-25 жылы Орынбордағы, 1926-28 жылдары Ташкенттегі Қазақ халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік педагогика институтының ашылуына байланысты ректордың шақыртуымен осы оқу орнына профессор қызметіне ауысты. 1929 жылы 2 маусымда қырғыш алаш қозғалысы қайраткерлерімен бірге ол Алматыда тұтқынға алынып, осы жылдың соңына қарай тергеу үшін Мәскеудегі Бутырка абақтысына жөнелтілді. Сөйтіп, ату жазасына кесілді. Бұл шешім бірнеше рет өзгерістерге ұшырады. 1931 жылы қаңтарда 10 жылға концлагерге ауыстырылса, 1932 жылы қарашада 3 жылға Архангельскіге жер аударылсын деген шешімге ауыстырылды. 1933 жылы мамырда денсаулығының нашарлап кетуіне байланысты қалған мерзімді Батыс Сібірде айдауда жүрген отбасымен, яғни әйелімен және қызымен бірге өткізуге рұқсат берілді. 1934 жылы Максим Горькийдің жұбайының көмегімен Байтұрсынұлы отбасымен мерзімнен бұрын босатылып Алматыға оралды. Ол жерде тұрақты жұмысқа қабылданбай, түрлі мекемелерде қысқа мерзімдік қызметтер атқарды. Ал 1937 жылы 8 қазанда тағы да қамауға алынып, 2 айдан кейін, яғни 8 желтоқсан күні атылды. Халқымыздың жарқын болашаққа бастауға бар ғұмырын арнаған ахаңның есімі тек 20 ғасырдың соңында ғана өз елімен қайта қауышты. 1988 жылдың 4 қарашасында Қазақ ССР жоғары соты Ахмет Байтұрсынұлының қылмысы жоқ деген шешім қабылдап, оның ақталуына жол ашты.
Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының абзал ұлдарының бірі. 20 ғасырдың бас кезіндегі үркердей шағын топ демократтық бағыттағы қазақ интеллигенциясының беделді өкілі, сталиндік режимнің құрбаны. Құрметті тыңдаушылар, сонымен бүгінгі эфирде біз тек қана Ахмет Байтұрсынұлының өміріне қысқаша шолу жасадық. Алдағы уақытта акция аясында Ахмет Байтұрсынұлының әдеби шығармалары, оның ғылыми мұрасы, оның ахметтану ғылымы туралы әлі де сіздермен талай-талай эфирлерде жүздесетін боламыз. Баршаңызға назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі эфирлерде жүздескенше аман сау болыңыздар.